Саламатсыздарбы балдар, математика пәні 148 сабақ. Есептер шығару. Бұл сабақта шамалардың өзара тәуелділігіне есептер шығаратын боласыздар. Шамалар үшбұрышына қараңдар. Құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтеміз. Төмендегі есептерді шығару үшін олардың қайсысын қолданасың? Аулаға ұзындығы 9 метр және ені 7 метр балалар алаңы салынды. Балалар алаңының ауданы қандай дейді? Ұзындығы 9 метр, ені 7 метр, ауданын табу керек. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 9-ға 7-ні көбейтеміз, 63 метр квадрат. Яғни балалар алаңының ауданы 63 метр квадрат. Ә нұсқасына қараймыз. Ауладағы бір орындықты бояуға 320 грамм бояу жұмсалса, осындай 3 орындықты бояу үшін неше грамм бояу қажет? Бір орындыққа 320 грамм бояу, 3 орындыққа неше грамм бояу? Яғни, не істейміз? Көбейтеміз. 320-ға 3-ті көбейтеміз. 960 грамм. Яғни 3 орындықты бояу үшін 960 грамм бояу қажет. Бір банка бояудың массасы 180 грамм, осындай 4 банкаға неше грамм бояу бар? Яғни, бір банка 180 грамм бояу болса, 4 банка неше грамм бояу? 180-ді 4-ке көбейтеміз. 720 грамм. Жауабы 720 грамм банка бояу. 4 банкаға 720 грамм бояу керек екен. Қараймыз, бір заттың бағасы, саны, құны. Енді есеп құрастырайық. Шырын 72 теңгеден 6 дана, шоколад 104 теңгеден 5 дана. Барлығы неше? Яғни 75-ке 6-ны көбейтеміз 450. Бұл 6 шырынның құны. 104-ке 5-ті көбейтеміз 520. 5 шоколадтың құны. 450-ге 520 қосамыз 970. Барлығының құны. Яғни барлық заттың құны 970 теңге болды. Келесі. Бір заттың массасы, саны және жалпы массасы. Есепте құрастырайық. Йогурт 125 граммнан неше грамм? Айран 250 граммнан 1000 грамм. Ендеше 1000-ды 250-ге бөлеміз 4 дана. 125 4-ке бөлеміз 500 грамм. Яғни 4 йогурттың массасы 500 грамм. Ауладағы теннис ойнайтын үстелдің ауданы 192 метр квадрат. Егер ені 8 метр болса, онда үстелдің ұзындығы қанша болады? Ауданы 192 метр квадрат болса, ені 8 метр, ұзындығы неше метр? Яғни, бұл жерде бізде формула бар, тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Дәл осы жерден ұзындығын табу үшін ауданын еніне бөлеміз. Ендеше 192-ні 8-ге бөлеміз 24 метр. Жауабы үстелдің ұзындығы 24 метр болады. Суретке қараймыз. Ауладағы құм салынған қоршаудың периметрін есептеу қолайсыз ауа райында бетін жабатын материалды дайындау үшін оның ауданын тап дейді. Ұзындығы 15 дециметр, ені 9 дециметр, периметрі қанша? Яғни ұзындығы мен ені қосып 2-ке көбейтеміз. 15-ке 9-ты қосып 2-ке көбейтсе 48 дециметр шығады. Дәл осы жерден ауданын табамыз. 15-ке 9-ты көбейтеміз 135 дециметр. Жауабы құм салынған қоршаудың периметрі 48 дециметрге тең, ауданы 135 дециметрге тең. Қараймыз балар. Кесте бойынша есептер құрастыр дейді. 45 теңгеден 8 дана, 64 теңгеден 6 дана. Яғни өшіргіш 45 теңгеден 8 дана, қалың дәптер 64 теңгеден 6 дана. Барлығы неше теңге? 45-ке 8-ді көбейтеміз 360 теңге, өшіргіштің құны 64-ке 4-ті көбейтеміз 384 теңге, қалың дәптердің құны шыққан сандарды қосамыз. 360-қа 384-ті қосамыз 744. Жауабы барлық затқа 744 теңге төленді. Аулада балалар белтемірге тартылудан жарысты. Кестені қара, балалардың әрқайсысы барлығы неше рет тартылған тиімді тәсілмен есептейді. Санат, Асқар, Қайрат жарысты. Олар 3 рет жарысты. Бірінші рет Санат 12 рет, екінші рет 11 рет, үшінші рет 18 рет тартылды. Асқар 17 рет, 16 рет, 15 рет тартылды. Қайрат 15 рет, 14 рет, 17 рет тартылды. Енді қараймыз, балалардың қайсысы белтемірге көп тартылды, басқа балалар олардан қаншалықты кем тартылды. Қосамыз 12-ке 18-ді, оған 11 қосамыз 41 рет, Санат 41 рет тартылды. Асқардікін табамыз, 17 қосылған 15, 13 қосылған 16 тең 46, Асқар тартылды. 16 қосылған 14 қосылған 17 47, Қайрат тартылды. Белтемірге Қайрат көп тартылды. Асқар одан 1 ұпайға кем тартылса, Санат 6 ұпайға кем тартылды. Енді
осыған ұқсас есеп қостырып көрейікші. 4 қосылған 6 қосылған 8 деген 18 метр. Бұл айдос секірді. 8 қосылған 2 қосылған 7 17 метр. Бұл самат секірген ұзындық. 3 қосылған 7 қосылған 5 деген 15. Бұл алмаз секірген ұзындық. Және ұзындыққа ең аз секірген оқушы алмаз болып қарап тұрсақ, самат одан 2 метрге артық, айдос одан 3 метрге артық секіріп тұр. Бірінші альбомда 26 фотосурет, ал екінші альбомда 32 фотосурет бар. Зере екінші альбомнан бірнеше фотосурет ауыстырды, содан кейін альбомдағы фотосуреттердің саны тең болды. Зере неше фотосурет ауыстырды? Бірінші альбомда 26 фотосурет, екінші альбомда 32 фотосурет. Болу керек тең фотосурет. Ауыстырды неше фотосурет? Енді қараймыз. 26-ға 32 қосамыз, жалпы барлығы 58 фотосурет. 32-ні 58-ді 2-ге бөлеміз, 29. Бұл әр альбомда болу керек фотосурет. Енді жеке-жеке аламыз. 29-дан 26-ны аламыз. 3 фотосурет. Бұл бірінші альбомда 3 фотосурет кем. 26-ға 3 қосамыз, 29 фотосурет. Бұл бірінші альбомдағы фотосурет саны. 32-ден 29-ға азайтамыз, 3 фотосурет. Яғни екінші альбомда артық 3 фотосурет артық. 32-ден 3-ті азайтамыз, 29 фотосурет. Яғни екінші альбомда 29 фотосурет. Зере 3 фотосуретті ауыстырды. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.